Баршаларыңызға қайырлы күн. Өте жұмсақ, топ-томпақ болып шығатын оладьидің рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы жылы айранымызды құямыз. Айран міндетті түрде жылы болу керек. Одан кейін тұз саламыз, қант қосамыз. Және де бір жұмыртқа қосатын боламыз. Жұмыртқа да бөлме температурасында болуы керек. Жұмыртқамызды салып, барлығын жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Барлығын осылай толықтай араластырып аламыз. Одан кейін ванилин қосатын боламыз. Тағы да бір қайтадан жақсылап араластырып, кейін оның үстінен електен өткізілген ұнымызды саламыз. Ұнымыздың барлығын бірден қосып жібермейміз, жартысын салып жақсылап араластырып аламыз. Бізде өте қою қоймалжың масса пайда болады. Одан кейін қалған ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз да, кейін оның үстіне жарты шай қасық ас содамызды қосып, тағы да жақсылап араластырып, табамыз қызғанша қойып қоямыз. Табамыздың астын жоғарыға қойып, қатты бір қайтара қыздырып аламыз да, одан кейін астын орташа көлемде басып қойып пісіратын боламыз. Табамыздың астын басып қойып пісірасыздар, әйтпесе ортасы шикі болып қалады. Сол себептен бір қыздырып алған соң астын басып қойып пісірамыз. Міне біздің оладьиларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай ортасы толықтай пысады. Міндетті түрде жасап, каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.